Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар? Мен арнайы кітапхананың қызметкері Муслим Ләззат Шорағызы боламын. Құрметті оқырмандар, арнайы кітапханамыз сіздерге жақын болу үшін осы 2024 жылы BookChat, яғни онлайн кітапхана жобасы жарық көрді. Бұл BookChat сіздерге не береді? Кітаптардан, поэзиядан, ақындар мен жазушылардың өмірбаянынан түрлі кітаптар ұсынылады. Сондай-ақ сіздердің сұрақтарыңызға жауап беріліп, бір-бірімізбен сұхбаттасуға үлкен көмек береді. Құрметті оқырмандар, сіздерге өте тиімді болу үшін мен сіздермен аудио байланыста боламын. Сіздерден де осындай кері байланыс күтетін боламын. Керемет! Бізге кері байланысқа оқырмандарымыздан хабарлама түсті. Оқып көрсек. Саламатсың ба, Ләззат қызым? Мынау бір керемет дүние екен ойлап табылған. Жақсы. Ұнап жатыр. Мынандай ауа райы қолайсыз кезде бұл дұрыс екен ойлап табылған дүние екен. Саламатсыздар ма, қалайсыздар, қалай жатырсыз? Нагруппен қандай группада? Сәлематсыздар ма, жаңадан қосылып отырған оқырмандарымызға тағы да түсіндіре кетейін. Мен арнайы кітапхана қызметкері Муслим Ләззат Шорағызы боламын. Сіздерге біздің арнайы кітапханамыз осы 2024 жылы BookChat онлайн кітапхана жобасын ашты. Яғни бұл жерде сіздерге неше түрлі қызықты кітаптар, поэзиялар, газеттер оқылатын болады. Жаңадан қосылып жатқан оқырмандарымыз бар екен, өте қуаныштымыз. Біздің группамыз сіздерге ұнап жатқан болса, мен де қуаныштымын оқырмандар. Жаңадан келгендерге түсіндіре кетейін, біз арнайы кітапхана қызметкері Муслим Ләззат Шорағызы боламын. Бізде осы 2024 жылы BookChat, яғни онлайн кітапхана жобасы ашылды. Бұл жерде сіздерге не береді? Бұл жерде бізде неше түрлі әдеби кітаптар, поэзия, драма, сонымен қатар соңғы жаңалықтар осында айтылып хабарландырып отыратын болады. Сіздерден де кері байланыс күтетін боламыз, құрметті оқырмандар. Қарағым, өте керемет, рахмет көп. Шараларым маған өте ұнайды. Барған сайын риза болып қайтамын. Маған енді газет, журнал оқисыңдар ма осы жерде? Сәлеметсіздер, Жанар ханым, сұрағыңыз өте жөнді. Бізде осы қаламыздағы, республикамыздағы қызықты мақалалар осында жарияланып отыратын болады. Сонымен қатар осындай бір ұсыныстарымыз болатын болса, біз әрине қабылдаймыз. Оқырмандар, біз жұмысымызды бастайық. Сіздерге қазір ұсынылып отырған кітабым Мархабат Байғұттың «Іштарлық пен құштарлық» деген кітабы. Хикаяттар мен эссе. Көралмаушылықты алғаш мәрте көріп тұрғандай, кіртегеніңнен деп келемеждей күлді. Ежелгі дос. Оқырмандар, сіздердің назарларыңызға нөмірі 5 қаңтарда осы 2024-те шыққан Түркістан газетінен жаңалықтар айтатын боламын. Қасым-Жомарт Тоқаев: еліміздің егемендігі мен тұтастығын сақтау өзгермейтін мақсат мұратымыз дейді. 3 қаңтарда Егемен Қазақстан газетінде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың көлемді сұхбаты жарияланды. Сұхбатта халықты елеңдеткен біршама сұрақтардың жауабы, елдің қазіргі саяси әлеуметтік ахуалы. Құрметті оқырмандар, назар қойып тыңдағандарыңызға, атсалысқандарыңызға көптен көп рахмет. Бүгінгі сіздерге арналған BookChat онлайн кітапхана сағаты осыменен бүгінге аяқталды. Сіздерді келесі сәрсенбі күні сағат 11:00-де күтетін боламын. Мен бірге байланыста болыңыздар. Келесі кездесу ақын Сәкен Сейфуллиннің өмірі мен шығармашылығына арналмақ. Сау, сәлематта болыңыздар.